Орта және шағын бизнеспен айналысатын кәсіпкерлер үшін әлі де кедергілер көп. Жер алып, электр қуатын қосып, әкімшілік құжаттарын реттеу үшін айлап тіпті бірнеше жылдап жүрулеріне тура келеді. Осының салдарынан кейбір азаматтар ашқан кәсібін бастамай тастап кетуге мәжбүр болып отыр. Бүгін мәжіліс депутаты әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрайымы Дариға Назарбаева онлайн конференция арқылы аймақтағы кәсіпкерлердің арыз шағымын тыңдады. Нәтижесінде облыс әкімдерінен бастап бөлім басшыларына дейін кәсіпкерлерден пайда көріп қалуға әрекеттенетіндер анықталды. Толығырақ Ғабит Зақбай. Депутат Дариға Назарбаева онлайн конференцияға қатысушы кәсіпкерлерге қандай проблемаларың бар айтыңдар дегені сол еді, барлығы ағынан жарылды. Үлкен назар аудартқан бір мәселе базардағы саудагерлердің жағдайы. Бұлар ең қорғансыз кәсіпкерлер болып саналады. Үлкен салықты төлейтін, керек кезінде қысымға түсетін, базардағы орны бойынша заңды құжатқа да қолы жетпейтін осылар. Ал олардың 70%-дан астамы әйелдер. Бәріне көнерау, бірақ әкімдердің небір айлаға барып, базарларды көшіре беру әрекеттері оларды әбден титықтатып отыр. Приходит новый руководитель, Аким. Аймаққа жаңа басшы келсе, дереу базарды ауыстырады. Одан кейін командасымен басқа әкім келсе, ол да базарға тиіседі. Нәтижесінде біздің елімізде ұлттық сауда желісі жоқ. Барлық елде бар, Қазақстанда жоқ. Өйткені базарда тұратындар кәсібін дамытып үлгермейді. Керек болса оларға күш қолданылады, психологиялық шабуыл жасап әлсіретеді. Ал жеке кәсіп ашамын дегендердің әкімшіліктен қолдау табуы екталай. Қарқаралыдан тікелей қосылған кәсіпкер Мадияр Шашиев бірнеше жылдан бері электр қуатын ала алмай отырмын деп қынжылады. С 1 июня 2010 года Қарқаралы автокөлік кәсіпорны 2010 жылдан бері электр қуатын ала алмай отыр. Құжаттарымыз дұрыс болса да, түрлі сылтау айтып, уақытты создыруда. Қазір соның салдарынан мекемеде 50 жұмысшыдан тек 5-еу ғана қалды. Шығынымыз үлкен, банкрот болуға шақ қалдық. Дариға Назарбаева сондағы кәсіпкерлердің жағдайын тәптіштеп сұрап, кедергілердің себебін анықтағандай болды. И деньги, наверное, вымогают, да? На карманные расходы. Да. Понятно. Келесі мәселе, кәсібіңді ашқан күннің өзінде тоқтаусыз өсіп жатқан тарифтер аяққа тұсау болады. Қазір монополистерге ешкімнің де әлі келер емес. Бір сылтауды тауып тарифті көтереді. Оны төлей алмағандарды себебін де тыңдамастан жарықтан, судан, электр қуатынан ажырата салады. Монополистің өзінің психологиясы солай. Егер оған тоқтама жасалмаса, ол көтере береді. Әрине ол жаңағы инфрақұрылымдар ескірді деп оны келтіруге болады. Бірақ осы елбасы кеше өзінің жолдауында айтып кетті, 500 миллиард теңгеден астам соңғы жылдар инвестиция тартылды деп, сол тарифтің есебінен. Ал егер ол 500 миллиард ақша тартылса, нағы ол ескере береді. Сол ескерген жағдайда қала береді. Тарифті тағы көтере береді. Кәсіпкерлерді түгел тыңдап шыққан Дариға Назарбаева енді осы мәселелер бойынша сауал жазып, уақыт кетірмей заңдарға нақты тетіктер қосумен айналысамыз дейді. Ал енді қазіргі кезде онда сауалды жазбаймыз, нәрсе жасамаймыз. Уже нақты жаңағы керекті заңдардың өзгерістерін енгіземіз, сондай жұмыс атқарамыз. Алдағы уақытта кәсіпкерлердің жағдайы назардан тыс қалмайды. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы өз сайттары арқылы арыз шағымдарды қабылдап, сол бойынша жедел әрекет етуді қолға аламыз деп отыр. Ғабит Зақбай, Мұрат Бәйгереев, Қазақстан ұлттық арнасы.